Сәлем қыздар, Динараң асханасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге көксүй дайындайтын боламыз. 4-5 адам шамасында осындай ет турап аламыз. Жуамыз, 4 бұрыштап тураймыз. Аздап май салып, етімізді қурмалап, үстіне жуа, томатын салып, араластырып, үстіне тұз, аздап қара бұрыш салып, үстіне су құятын боламыз. Картопымызды 4 бұрыш майлап турап, үстіне саламыз. Пісуге жақын 20 минуттай қалғанда капуста салатын боламыз. Осындай өте дәмді, әдемі болып қайнайды. Мен осындай спагетти қолданғанмын. Спагетти болғанда бұл күріштің ұнынан дайындалатын смак или пластик болады. Қайнап тұрған суымыздың үстіне 5 минут 10 минут қайнатып аламыз. Қайнап піскеннен кейін мұздай суға жуамыз. Осындай болып әдемі болып піседі. Мұздай суға жудым. Ыдысымызға салып, үстіне қайнап піскен етімізді саламыз, үстіне ысытылған соямызды құямыз. Осыны өзіңіздің қалауыңызша әрлесеңіз болады. Аз болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, қоңырауды басып, видеодан құтқарыңыздар.